Сәлеметсіздер ме? Осы Шымкент қаласынан Нұрсат Мөлдек ауданындағы кератин ләззат сұлулық салонына алғаш рет келуім. Менің келу себебім мынау жастайымнан бір осы толқында бұйра шаштан әбден ығыр болып шаршадым. Сол осы көптен бері келу арманым еді. Көп өзім сазгерлік өнерлік салада жүргенде шашым қолайсыз болып жүрді. Көп видео түсемін, клиптерге бейнебаяндар түсемін, содан кейін шашымның бір текст болып әдемі тұрғанын қалаймын. Өзім негізі шаш ұзын болып жүргенде өзім ұнатамын. Өнер саласында болғансыз міндетті түрде шаш ұзын болу керек па сіздерде? Өзіме да, басқасына өзім үшін. Бәрі сыртына қайырып тұрады екен. Иә, шашым төбе қарай өседі, арты барлығы жан жағы. Бұйраланып толқын болып тұрады, сол бір текст болса әдемі көріну керек те маған. Арт жағын көрсетейік, міне қараңыздар. Оның бәрі артқа қарап тұрады. Өсіріп, ұзын ұқпағанға ұқсағымыз. Иә, сол төмен түсу керек те барлығы. Бәрі текст болып тұру үшін бізге келіп отыр. Таңдау бізге келіп түскен екен. Қазір теп-тегіс әдемі шаш шығарып беретін боламыз. Ұлдары, қыздар, қарап алыңыздар. Кератинге дейін осындай болған еді, ужасым состояние болды да. Енді қазір благодаря осы кератиннің арқасында шашым түзу әдемі болып не дейді жаңағы жылтырап қалды. Сусылдап тұрды. Енді мен сіздерге айтар өтінішім, ешқандай утюжок тигізбеңіздер. Утюжокты ұмытыңыздар. Шашым сынғыш болды, құрғақ келді. Және кептіріп тастады. Бұл кісі де өзінің шашы бұйралған екен, сыртына қайырылып тұрған екен, утюжок қолданған. Мына жерлердің бәрі кішкене күйген. Қыздардан қалған екен, ұлдардан шықты жаңағы шаштарына тіктеп құртатын. Қараңыздар, барлық бұйрасы сыртына қарап жаман болып келген болатын. Енді қандай салада жұмыс жасайсыз негізі? Мен қазір бытовой техник домда, Эвриканы білесіздер ме? Қалада сол жерде. Өнер деп жатыр едіңіз бе ана? Сол өнер саласында жүргеннен кейін жаңағы видеоларға көп түсемін дейді, сол үшін тегіс бәрі ішіне қарап әдемі болып тұрса екен деп келіп отырмын. Результатымыз осы. Кімге өзінің бұйра шаш ұнамайды, келіп жасатсаңыздар, осылай әдемі болып жүретін боласыздар. Сізге айтарым, тек қана осы жерге келіңіздер. Көзім жетті және. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Осы Шымкент қаласынан Нұрсат Мөлдек ауданындағы кератин ләззат сұлулық салонына алғаш рет келуім. Менің келу себебім мынау жастайымнан бір осы толқында бұйра шаштан әбден ығыр болып шаршадым. Сол осы көптен бері келу арманым еді. Көп өзім сазгерлік өнерлік салада жүргенде шашым қолайсыз болып жүрді. Көп видео түсемін, клиптерге бейнебаяндар түсемін, содан кейін шашымның